рухы пейіште шалқығыр бала сияқты болатын. Мына кісі жайлы әңгіме бөлек. Бұл шалдың кенже баласы Жалын. Атын әкем қойған. Бұл милиция. Үйде де мақтаны формамен жүріп, елдің мазасын алатын. Бірдеме айтсаң шиқылдап күле бетін. Шашы мен қас кірпігі сап-сары, санасы 8-ші сыныптан бері қарай өсуді қаламаған, бірақ өлетін жерін білетін қуақы жігіт. Мен Шұбартауға келген жылы үйленген. Бір күні барша тастан этаппен аягөзге қылмыскерлерді апарып тастап, Жалын ауылға соқты. Өзі кішкене ішіңкіреп алған. Шал бірден сезді. Сезіп қана қоймай, ең сүйікті баласын таяқпен боқтықтың астына көмді. Сөйтсе, әлгі милиция баласы: «Әй, граждан, маған қол көтеруге болмайды, мен органмын» деп тоқ көрсетіп қояды. Оған шал одан әрі өршеленіп тоқпақтай берген. «Сен сияқты милицияны мына өкіметке мен туып бергем, ал сотта қаңғығыр неме». Одан кейін отырған келіншектің есімі Зәкен. Бұл Орынғалидың үлкен қызы. Бет әлпеті кемпірге ұқсап қалған, бүкшиіп жүретін 30-дан енді асқан әйел. Қазақстанның бар алтын қоры осының аузында сияқты көрінетін маған. Тісі түгел саудырап түсіп қалғандықтан тамақты шайнайтын құралдары алтыннан салдырған болатын. Оған оның дәулеті жететін. Бұл да саудамен айналысады. Әл-ауқаты бауырларынан да жоғары болса да, өте сараң адам. Менің оның біреумен адам болып әңгімелескен есіме түсіре алмай отырмын. Мына ерте қартайған қыз Зәкеңнің сіңілісі Дәкен. Бұл да Асқар секілді бала сияқты еді. Кейін бір жаққа күйеуге шықты да ғайып болды. Содан бері одан хабар естігем жоқ. Тек есімде қалғаны оның р мен с әрпін айта алмайтындығы. Сөйлесе оны адам баласы түсінбейтіндігі еді. Осы ат аталған балаларын Орынғали атам ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстайтын. 3 мезгіл асын аға жеңгелерім қара шаңырақ Орынғалидың үйінен ішеді. Сосын абысын ажын күн ұзаққа, күйеулері жұмыстан келгенше осы үйдің шаруашылығымен айналысатын. Кешкі асты бірін-бірі әжуалап, қыран топан күлкінің астында сіңіретін. Күн ұясына батқанда үй-үйлеріне тарайтын. Таңертең тағы да осы үйге жиналатын. Орынғали шешесінен тарағандардың үлкені. Одан кейінгі Кәкен деген қарындасы, сосын менің әкем. Әкемнен кейінгі 2 қыздың аты Кенже Сарқыт пен Жайна Гүл. Кенже Сарқыт алтын медальмен мектепті бітіріп оқуға кетемін деп жүргенде суға ағып қайтыс болыпты. Соңғы үшеуінің алдағы екеуінен әкелері бөлек, шешелері бір. Менің әжем көзі тірісінде өте өжет, сұлу кісі болған деседі жұрт. Соғыстан жары оралмаған соң менің негізгі атама күйеуге шыққан. Негізгі атам өзінің жадыясын тастамай, 2 үйді қатар асырапты. Өзі ферманың бастығы, арғы-аталары болыс болған көрдеді. Соғыстан жараланып келген атамды сол кездегі аудан басшылығы кейін совхозға айналған фермаға бастық қылып тағайындапты. Дәл мен сияқты Орынғали шал да өгей әкенің қолында тұрған екен. Бірақ менің басымнан өткен қоқан-лоққыны өгей әкесінен еш көрмегенін Орынғали маған өзі әңгімелеп отырушы еді. Әкеміздің кенже қарындасы Жайнагүл апайымыз сөзге шешен, білімді, мінезі тік адам. Оның 3 қызы бар. Екеуімен мен тете өстім. Жездеміз бокстан спорт шебері. Кезінде аудан көлемінде төбелеспен аты шыққан жігіт ағасы. Өзі көңілді жүруді жақсы көретін ақ көңіл кісі. Бұл жанұядан кіші қарындасым деп Орынғали еш нәрсесін аямайтын. Біз Жайна апайымыздан бөлек тұрғандығымызбен күндіз үнемі бірге бір үйде жүретінбіз. Орынғалидың Кәкен деген қарындасы көкайыл өте адуынды кісі. Мойыны ұзын ылдиып қалған қатын. Құлақтары ауыр алтын сырғаны көп таққандықтан салпиып кеткен. Терлегенде сырғалары ұзын мойнына шашымен бірге қабаттасып жабысып қалушы еді. Мен оны кобра деп мазақтайтынмын. Кобра демекші Кәкен үйге келгенде жеңгелерім жыланға арбалған қояндардай жым болатын. Кәкен келіндеріне қырғидай тиетін. Жеңгелерімнің бәріне де Кәкен лақап ат қоюға шебер еді. Кәкеннің 3 ұл 3 қызы бар. Бәрі де Кәкеннің дайындығынан өткен. Ұстағанын жұлып алатын, пысық, көздегеніне жетпей қоймайтын, қайтпас та қайсар жандар. Орынғалидың жиендері атамның балаларымен қатты бәсекелеседі. Себебі Орынғали балаларына ең соңғы үлгідегі киім кигізіп, қаланың баласы жемейтін
тәтті мәттіге тойындырып өсірген. Орынғалидың балалары үйленгенде тойлары да Кәкеннің балаларының тойларындай жұпыны өтпеген еді. Кәкеннің балалары кішкене кезінде молшылықты Орекеңнің балаларымен бірге көріп өсті. Алайда әке өзіндік емес, кей нәрселерден қағылатыны тағы болуы керек. Болмаса осының бәрі тек бізге әкелінсе деп аңсайтын болса керек. Өсе келе бұл көрісе қызарлық екі ағайын балаларының арасындағы алауыздыққа, көре алмаушылық пен күндестікке алып келді. Көшедегі майдан. Екі ағайын балаларының арасындағы бақталастық уақыт өте келе екі үй арасындағы жиі болып тұратын жанжалдарға ұласты. Үй аралық қақтығыстарға осы жолдардың авторы да еріксіз қатысатын. Жанжалдасу үйреншікті әдетке айналғандығы соншалық төбелесу үшін екі үйде болмашы бір ілік іздеп отыратын. Мысалға, Орынғалидың үйінде бір жақсылық бола қалса, оған атам Кәкенді де, оның бала-шағасын да әдейі шақырмайды. Бірақ оларға естірту үшін көшені басына көтеріп хабарлап жүреді. Кәкеннің балалары мен өзіне керегі де сол. Той-томалақ, кішігірім ас беру біздің үйде салтанатты түрде төбелеспен ашылатын. Есімде қалған айт отырайын. Құдайдың бір шуақты күні біз Жалын деген ағамның баласын сүндетке отырғызатын болдық. Атам маған арнайы тапсырма берді. Мен міндетім бұл қуанышты бөлісу үшін Кәкеннің көршісі Нұрзиланы қонаққа шақыру. Қонаққа шақырып тұрғанымды, бірақ ауласында құлағы үнемі түріп отыратын Кәкен апамыз естуі шарт. Сонымен мен Нұрзиланың үйіне тартам. Нұрзиланың құлағы естімейтіндігін пайдаланып, үйіне кірмей көшеден былай айғайлаймын. Апа, бүгін біздің үйде сүндет той. Атам сізге ішінде болсын деп шақырып жатыр. Рахмет шырағым, сағат нешеде? Сағат 3-те, апа, 3-те, деп даусымды соза түсем. Кәкеннің мені бақылап, тыңдап тұрғандығын байқай сала, апа, ұмытып кетпеңіз, шалдың кенже ұлының баласын сүндетке отырғызамыз, той болады, той. Келіңіз деп одан бетер айғайлаймын. Рахмет шарығым, барам, деп бізге аса сыйлы да емес қонағымыз мәз майрам боп қалады. Нұрзиланың біздің үйдегі қуаныштарға қатысу бақыты оның Кәкеннің көршісі болғандығынан ғана бұйыратын. Өзі де неге мені соңғы кезде сонша құрметтеп, әспеттеп қалды деп таң-тамаша болу керек. Үйге жетісімен атама баяндама жасаймын. Атам, әлгі Кәкен естіді ме? Естіді ата. Жарайсың сабазым. Нешеде деп айттың керең кемпірге? Нұрзила ғой. Сағат 3-те. Ағаларыңды жина. Төбелеске сағат 2:30-да дайын болайық. Біздің осындай бұйрықтарға етіміз үйреніп кеткен. Әркім өзінің қару-жарағын дайындап, қора жақта айғайлап, арқасы қонып, әруақтанып жүреді. Атам бізді сағат 2-ден 15 минут өткен кезде штабтың соңғы жиналысына шақырады. Өткендегіде ұйықтап тұрмай, осы жолы қимылдап қалыңдар. Айдарбек, орнымды білесің ғой. Саған таяқ өтпейтінін бәрі білет. Қайта ана нәзік болатқа жүгіре бермей, Мұратты ал өзіңе, ұқтың ба? Деп құп болады. Асқар, сен осы жолы Асқатпен төбелесесің. Бірден барып қолыңдағы шынжырмен иықтап сал жібер. Сосын әрі қарай төбелес барысында көре жатарсың. Жақсы әке. Акош, тас жинап қойдың ба? Ата. Өткен жолғыдай ағаларыңа тиіп кетпесін, дәлдеп ататын бол. Күмәндансаң жақындап кеп лақтыр тасты. Аяқтан атуға тырыс, көзіне тиіп кетіп, ағызып алсаң сотталасың. Болады, генерал. Мен өзім ана иттердің әке-шешелерімен айқасам. Әлім жетпей жатса, жан-жаққа бытырамай көмектесіңдер маған. Бұл біздің соғыс стратегиясы мен тактикамызды соңғы рет саралап алатын кәдімгі әскери кеңесіміз. Бұл жерде атам төбелесудің кейбір іс-қимылын, айла әрекеттерін біреуді мысалға алып отырып көрсететін тағы бар. Кеңес аяқталған соң, біздің қару-жарағымызды тексеріп алып, атам жау келгенше терлеп тепшіп шай ішуге кетеді. Мен көрші баланы барлаушылыққа алам. Соның хабарын күтуге көшеге шығам. Бір кезде Шортегінің екі балағы желбіреп, мұрны дилдейіп, айдарынан жел есіп, барлаушым жүгіріп келе жатады. Аналар үйінен шықты, келе жатыр, дайындалыңдар деп ендіге келіп, қуанышын жасыра алмай хабарлайды. Балаға қызық керек, біз болсақ таяқ жейміз. Барлаушының хабарын мен біздің қолбасшыға баяндауға жүгірем. Осы сәтте көршілеріміз ішкен асын жерге қойып, шаруасын тастап қызықты тамашалауға
көшеге шыға бастайды. Бұл жағдай атам үшін үлкен абырой екен. Осы жерде қыстыра айта кеткеніміз жөн. Екі көшенің ортасында тау болып көң үйіліп жататын. Сол таудай үйіндінің ар жағынан бір заматта жаудың жер қайыстыратын қол көрінеді. Үйіндіден сырғи түсіп, алдыңғы шепте қазғиған күйі қолды бастап апамыз Кәкен келе жатады. Қасындағысы туымсынан жуастау болса да, жастайынан төбелеспен еті қатайған үлкен жездеміз Төлеуғали. Олардың артынан үйіндінің шығынан төбелес десе делебесі қозатын бес қаруын бойына асынған жауынгер ұлдары түсе бастайды. Біз бұл уақытта көшеге шығып ап, ұрысқа сақадай сай дайын тұрамыз. Төбелес әдетте Кәкеңнің өзгермейтін айғайынан басталатын. Бізді неге тойыңа шақырмайсың, ей қуғақ бас? Менен басқа кімің бар еді сенің, ә? Әлгі сүндетке отырғызайын деп жатқан оңбаған немереңнің қызығын көрмей кеткір. Той өзімдікі, шақырсам да шақырмасам да өзім білдің бе? Сайрама бет алды. Өй қалқан құлақ неме, жат бітіпті ғой саған, мен саған көрсетейін бәлем. Осы сөзден кейін Кәкен баяғы әдетінше Орынғалидың құлағына жармасып, атамды жерге тұқырта тарта бастайды. Біз ат ойлап қып-қызыл төбелеске кірісеміз де кетеміз. Кезекті бір ұрысымыз осылай басталатын. Өтірік айтып отырғам жоқ, шалдың дұрыс жоспарлаған тактикасының арқасында біз осы жолы жеңіске жеттік. Соғыстың біздің пайдамызға шешілуіне менің де еңбегім зор. Осы жолы атқылаған тасым нысанаға дөп тиіп, қарсыластарымыздың біразын есеңгіретіп ұрысқа жарамсыз қылды. Бұл көрініс біздің үйге лек-легімен тартылып келіп жатқан қонақтарымыздың алдында өтіп жататын. Оған ит үйренген біздің қонақтар таңдай қақпастан үйге кіріп кете беретін. Той біткесін біздің атам гараждың алдына дастархан жайғызып жинайды. Бет-аузы ісіп көгерген, бірінің тісі түсіп, екіншісінің көзі домығып, үшіншісінің аяғы ақсап, қолы ауырып қалған майдангерлер соғыстың қорытындысын тыңдауға жозының басына жиналатын. Бүгін атам көңілді. Өзінің бір құлағы бұрыннан да қалқиып, жағы едәуір үлкейіп кететіндігіне қарамастан, қолбасшымыз Маңғаз көрікті кеудесінде жеңімпаз рухы асқақтап тұр. Бәрімізді айнала аралап, беттерімізден сүйіп, құшағына басып, әй менің құлындарым, ұлдарым батыр ғой, кім бар шақ келетін менің сарбаздарыма деп, кәнігі дала командирлері сынды бізді мақтап жүр. Біз жарақатымызды ұмытып, пыс-пыс етіп, бауырсақ пен етті ұртымызда томпаңдатып, қаужаңдап жеп отыратынбыз. Кейде Төлеуғалидың Мелс деген ағасының балалары көмекке келетін. Ондайда амал жоқ, жеңілеміз. Сол кезде атам біздің жер жебірімізге жетіп, айғайлап ұрсатын. Өй өңкей ынжық неменеге состиып тұрып қалдыңдар ей? Ұрмайсыңдар ма ана иттің балаларын деп, өкінішін жасыра алмай шапалақпен салып өтетін. Біздің атамыз міне осындай. Менің жеңгелерім. Бердібек Соқпақбай айтпақшы, менің өмірімде алуан түрлі жеңге көрдім. Бір-біріне мүлде ұқсамайтын менің жеңгелерім бір-бірі әлем еді. Қора жақтан шелегін көтеріп келе жатқан қара торы момын кішкене сәуегейлігі бар келіншек менің Гүлғайша деген жеңгем. Байғұс жеңгем осыдан 1 жыл бұрын қайтыс болды. Жатқан жері жайлы болғыр. Бұл жеңгем өте сабырлы, ешкіммен жұмысы жоқ, адамға арамдығы жоқ әйел еді. Бұл Айдарбектің келіншегі. Өте кеш үйленген ағама тура осындай жар керек болатын. Құдай Орекеңнің тілегін қабыл етті. Кәкен бұған Шолақ Қасқыр деген ат берген. 2 ұл 2 қыз тауып берген Гүлғайша жасы 40-қа жетпей жүрегі тоқтап жарық дүниемен қоштасып кетті. Мен оның жерлеуіне бара алмадым. Осы күнге дейін соған қатты өкінем. Маған деген пейілі тым бөлек еді жарықтықтың. Әлі көресіңдер, менің Акошым үлкен адам болады деп айтып отыратын. Бүгін мен жеңгемнің атын Құраннан қалдырмай қосып отырамын. Мына жүзі суық, бірбеткей қырсық, қисая қалатын шалдуарлау мінезді тарамыс қатын Назигүл. Бұл Асқардың әйелі. Шалдан таяқты ең көп жейтін де осы жеңгем. Кәкеннен қара темір атағын алған Назигүлдің қолдары балғадай, өзі үй шаруасынан гөрі даладағы тірлікке мығым болатын. Осының түрін мен неге екен білмейм, қалмақтың әйелдеріне ұқсататынмын. Бір түрлі қазаққа келіңкіремейтін келбеті бар еді.